Детка, ты мой кайф, ты мой кайф, ты мой кайф. Я барлықтарыңа сәлем достар, мен бірге мен Zuma достар. Короче, бүгінгі видеороликте мен сіздерге Кидоктар неге алдайды және де Кидоктарға қалай алданбау керек екенін айтатын боламын. Осы видео ұнап жатса просто лайк болады ғой. Сол просто барлықтардан мынау саусақпен басып және подписаться кнопкасын басып комментарий жазып достар кетіңіздер. Ал маған приятно, ал сіздерге оңай, ал біз видеомызға қарай кеттік. Гоуте. И және достар, короче, біздің видеороликпен біздің, короче, осындай картамыз басталды десек те болады, иә. Ал енді темадан алыстамай достар, жоқ, темадан пока что алысыз, мен өзімнің 50 сат жедім, так что мен пока что игрок аккаунтпен ойнаймын. Ал біз енді темаға келейік. Кидоктар неге алдайды? Кидоктар алдайтын себебі енді олар ең бірінші кезде болады, типа, іші пысады, енді іші күйеді. Адамдар мысалы, көп адамдар мысалы бүйтеді, енді көп адамдар енді байып жатады. Кейбіреулер мысалы кейде жатады. Короче, әркімнің жағдайы әртүрлі дегенде Кидоктар андай бай адамдарға қызығады. Мысалы, кейбір айтады, менің киімімде 10 мың теңге бар, менің киімімде 30 мың теңге бар дейді. Сосын айтады, анау ала айтады, маған хотя бы 500 теңге салшы дейді. Сосын анау айтады, жоқ бермеймін дейді. Сосын анау ақша керек болғандықтан ол адамдарды алдауға көшеді. Ол ең бірінші типа группаларға бүйтіп барады, Кидоктар деген. Сосын Кидоктар қарайды, Кидоктар байып отқанын қарайды, типа. Одан кейін сол қызығады да ол да Кидоктарды бастайды. Ол Кидоктарды бастағанда ең бірінші кезде өте аз нәрсеге мысалы бір пиарға или басқа да бір өте аз нәрседен бастайды. Кейін ол Кидоктаған оған ұнағаннан кейін барып, ол сол Кидоктауды әрі қарай жалғастыратын болады. Ол Кидоктауды жалғастыра бастайды. Сөйтіп жалғастырып, кейін ол танымал Кидок болып кетеді. Мен танымал Кидоктардың көбісін білемін енді. Скоро сол туралы видео шығара алсам шығаратын боламын енді. Ал енді достар, так что енді Кидоктарға алданып қалмаңыздар. Кидоктар өте андай қу болады. Мысалы, алданбаңыз деді. Анам үшін алдамаймын, мынау үшін алдамаймын дейді, өзінің Алла немесе өзінің мамасын солны қолданып еще Кидоктап кетеді. Онда Кидоктар алданбаңыздар. Мысалы, анам үшін анамның ақ сүті алдамаймын десе де оған сенбеңіздер. Бәрібір де гарантпен алыңыздар достар. Бәрібір не айтса да ол танымал ютубер ма или бәрібір ма ол 100% қадамайтын сенесіз бе, бәрібір де гарант алыңыздар достар. Так что любой адам Кидок болып кетуі мүмкін. Мысалы, менің роднойымды жүрген адамдардың өзі Кидок болып кетуі мүмкін. Так что ешкімге етіп қатты сене бермеңіздер, а то енді өте жаман болады, короче. Сіздер алдап кетуі мүмкін. Ал сіздерді алдамау үшін достар, сіздер гарантия алсаңыздар болады. Менен гарантия алсаңыздар болады, немесе басқа да топовый ютуберлерден гарантия алсаңыздар болады. Или немесе оның отзывына қараңыздар. Отзывы күшті болса, ол Кидок емес деген сөз емес. Кидок емес деген сөз емес, ол отзывы күшті болса да ол Кидок болуы мүмкін. Ол отзывты мүмкін өзінің бүйтіп қу жолмен достарына айтып өтірік жинап алуы мүмкін. Отзывы күшті болса да ол Кидок болуы мүмкін. Достар, ешқашан Кидок болмаңыздар достар. Кидок болсаңыздар, сіз просто біреудің бүйтіп көжасына қаласыздар. Мысалы, ол мамасынан немесе тамаққа бармай жинап жүрген ақшасын сіз просто Кидоктап кетсеңіздер, ол өте жаман болады енді. Өздеріңіз ойлап көріңіз, еш болса сіздер мысалы 1000 теңге жинайсыздар, сізді Кидоктап кетеді, бұл өте жаман достар. Так что ешқашан да Кидоктамаңыздар достар. Кидок болу өте жаман десем де болады, вообще Кидоктамаңыздар. Достар, енді Кидоктар енді сөйтіп іші пысқаннан алдайды достар. Ал енді достар, короче, енді біздің енді осымен топовый видеоролик аяқталды десем де болады. Ал енді біз видеоны аяқтаймыз. Давайте, пока-пока, чао.